Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qadrli ағайындар, ғалымдар, ұстаздар, шәкірттер, қымбатты Сәбетхан аға. Бүгінгі үлкен мерейтой тек қана осы біздің Қарашығ ағамыз Абай атындағы ұлттық университетінің емес, жалпы исі қазақ, исі мұсылманның тойы деп айтсақ артық болмас. Себебі Сәбетхан ағам мақтау Аллаға лайық, бірақ Алла Тағала берген сана сезімге қайырлы ғажып қасайып кетіп барып, сол берген үлкен бір қасиетті елге жеткізу әркімнің қолынан келе бермес. Бұл Сәбетхан ағамның ерекшелігі медицина саласына айтып жатырсыздар, педагог саласынан, психология саласынан, мұсылмандық саласынан айтқан кезде бұл кісінің еңбектері, Құранның аяттарының барлығының бір жаңа ғылыми түрде тәпсірін ашып тұрған жағдай бар ағайын. Қасиетті Құранда 7-ші сүре 107-ші аятында Алла Тағала бізге баяндап тұр. Жаратушы иеміз біледі қалай жаратқанын. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ аят бар. Раббылары адамның құрсағынан, арқа жағынан бүкіл ұрпағын рух ретінде суырып тағынан алдына шашып тастады. Мен емес пе сендердің жаратушыңыз дегенде, біз бәріміз, иә сен жаратушымыз деп, сол заманнан мұсылман болған екенбіз. Атаның сөзі бар, атаның қазақтың. Мұсылмансың ба дегенде, альхамдулилля мұсылман дейміз. Қашаннан бері мұсылмансың дегенде, Аль-Мисақ заманнан мұсылмансың деген сөздің тәпсірі осы аятта жатыр екен ағайын. Осы аятта қосымша пайғамбар Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям хадисіне келтіреді. Бір жол сахабалар отырғанда осы аятты оқып айтқан екен. Оны Ибн Аббас деген байлаған сахаба бізге риуаят етіп. Бұл Аль-Мисақ деген шартқа отырған заман еді. Аллах Тағала бүкіл адамзатты рух ретінде әрқайсымызды шаң тозаң сияқты жаратып, бұл жұма күні рухи жайын 9 жұлдызында Арабат тауының Наман деген биіктігінде жаратып, бізден ант алған екен. Мен емес пе сендердің жаратушыларыңыз дегенде, біз бәріміз иә сенсің жаратушымыз деп сол заманнан мұсылман болғанымызды бізге баяндап пайғамбар Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям жеткізген екен. Сәбетхан ағамның ерекшелігі орысша айтқанда внутритробное развитие дейді. Бұл бүкіл әлемге белгілі Нобель лауреаты, медицина ғылымдарының докторы, ол кісі әзір тірі Торонто қаласында тұрады. Ол 12 жыл зерттеп, бүкіл адамзаттың ананың құрсағында бір тамшы судан 9 ай толығында болатын эмбрионалдық процестің бәрін зерттеген Кейс Мор деген ғалым бүкіл әлемге аты шығып, Нобель лауреаты болып тұрғанда бүкіл диссертациясының баршасын 7 аяттың ішіне құтқарып қалған екен. Валақат халақнал инсана мин сулалатин мин тин сумма жa'алнаhu нутфатан фахалакнаху сол аяттар бар. Мен адам жараттым топырақтан, сонан соң бар бір белгі жерге қойдым, сонан соң бар одан бір ұйыған қан жараттым, одан бір жапырақ ет шығардым, еттен сүйек өсірдім деген аяттарды оқығанда, бұл Мұхаммед деген қандай ғалым 7-ші ғасырда мен деген диссертацияны бәрі жазып кеткенде таң қалғанда христианның ғалымдары, сіз не қыласыз оны Құранды оқып, түпнұсқасын оқыңыз Библияда, солда бар ғой, олар арабта бізден аудармау дегенде, мен католикпін, мен білем ғой Библияны, киелі кітапты жатқа болды, ондай ақпарат жоқ. Ал жоқ нәрсені қалай көшіріп алды? Ал көшіріп болмаса, ол 7-ші ғасырда органолептикалық әдістемемен ол қай арабтың әйелінің ішіне кіріп кетіп, мен 10 жыл зерттеген жұмысымды ол жазып кеткен. Мүмкін емес. Егер де мұсылмандар Құран Алланың сөзі десе, мен оған сенем. Егер де Мұхаммед деген расында пайғамбар болса, мен соған сенем. Ля иляха иллаллах, Мұхаммед расулаллах намазға шығып қажылыққа барып келіп, үлкен дәрежедегі болған Кейс Мор мұсылман бауырымыздың осындай жерге кеткенін, біздің ағамыз өзіміздің елімізде, өзіміздің жерімізде осы ананың құрсағындағы тәрбиеге өте мән беріп, Құран аяттарын тереңінен түсініп, бұл ағамыздың істеген үлкен ғылыми жұмысы жаңа қайбыға қажа айтпақшы, әлде көп адамдар түсінбей жатқан сияқты. Себебі ананың құрсағындағы тәрбие ертең болашақ азаматшаның болашағын дейтін нәрсе екен. Аға, Алла сізге разы болсын. Біз осыны бәрін зерттей отырып, ағамыздың осында елімізге иманы жолда қалай конференцияда кездесіп жүрміз. Бұл кісінің осы адам деп қасиет, адам деп қазақтан айтады. Себебі түріктер, арабтар инсан дейді. Инсан деген сүре бар 7-6-сы. Адам деген сөзге келсек, а дегенің әдеп екен. Д дегенің дін екен, а дегенің әділет екен, м дегенің махаббат екен.
Адам болғаныңызда Құдайға шүкір дейді. Тәуба дейік ағайын. Қалай отырып жатырмыз? Діні басқа, тілі басқа, бірақ Алла Тағала жүрек ашқан кезде отырған. Қазақ болғаныңызда Құдайға шүкір дейік. Себебі Сәбетхан ағам қазақтың, халықтың мүддесін көтеріп, қазақ деген сөзді айтсақ, алдымен де оқысақ қазақ, артынан да оқысақ қазақ. Екі деген бар еді, қазақпыз. Қ дегенім құлшылық, А дегенім Аллаға, З дегенім зікір, бірақ сүннет жолымен сырттан шықпай, А дегенім Аллаға, Қ дегенім құлшылық екен ағайын. Сол себептен сол қазақтың қазақтың үлкен дәрежесі бар екендігін біздің аталарымыз білектік күшімен, найзаның ұшыменен кең байтақ жерді бізге аманат қалдырғанда, ерте қара қазақ, қара даласында қара таяқ тапмамас үшін Сәбетхан ағам айтқандай адам болып адам қалу керек. Абай айтпақшы, адамның үш түрі бар дейді. Адам надан дейді, Құдай басқа салмасын. Адам хайуан дейді, Құдай басқа салмасын. Адам надан, адам дейді. Адам қашан адам болады? Алламен қалса болса, жүрегінде иман болса екен. Иманның белгісі ля иляха иллаллах Мухаммад Расул болса. Нет божества, кроме единого Бога, кроме Аллаха Всевышнего. Kind under God, no gross God, Аллах деп немісін солай айтады. No other God, only one God, Аллах деп аңғысын айтады. Only Allah give life, only Allah give days, only Allah give children, parents, power, happiness, everything gives only Allah Subhanahu wa ta'ala деп. Алладан басқа Құдай болатын зат жоқ деген сол Сәбетхан ағамның елімізге имандық жолында Құран аяттарын негіздегенге бұл деген үлкен дәреже ағайын. Сол себептен ағамыздың атақтары жетеді. Медицина ғылым докторы, педагог докторы, психология ғылымдарының докторы. Бірақ біз Мұсылман университетінің ғылыми кеңесі, бұл ғылыми кеңес басқаратын белгілі өзіміздің үлкен ағамыз, заң ғылымының докторы, профессор Мақсұт Нәрікбаев деген ағамыз осы ақылдаса отырып, ағамызға осы ғылыми кеңестің шешіміменен біз академиялық профессор атаған ұсынып отырмыз ағайын. Қазақстан Республикасы Министрлік Кабинетінің 94 жылғы 2 маусымдағы 584 қаулысы сәйкес, бұл қаулы әр университет білесіздер өз шешіміменен академия профессор атағын доцент атағын беруге болады. Руханият халықаралық мұсылман университетінің ғылыми кеңесі шешім қабылдады. Сәбетхан Ғаббасұлына профессор академик атағы берілсін деген төрағасы доцент Жұмабекова. Осы дипломды беруге рұқсат беріңіздер. Осыны біз ұсынып отырып, артынан құттықтаймыз. Бір қазақ осындай елге елім деп, жұртым деп, тілім деп, дінім деп шырылдап жүрген Ғаббас Сәбетхан аға осындай үлкен дәрежеде болған. Бұл Алланың сізге берген мейірімі, рахымы. Жеңгеміз аман болсын. Себебі кімді мен жақсы көрем десе, бұл тұрған кішкентай фани дүниеде қасына сондай иманды, керемет жақсы жұбай берем дейді. Жеңгеміз осы ағамызға лайық деп ойлаймын. Алла разы болсын, жақсылық болсын, еліміз тыныш болсын. Себебі расында да жүрегімізде иман болса, иман жүректен басталады. Ғалымдар айтады, жүрек теңіз дейді. Теңізге 4 бұлақ құйылады дейді. Көз не көреді, тіл не айтады, құлақ не естеді, бас не ойлайды. 24 сағат бірақ дүние байлық қызмет ақша десек, ести берсек, көре берсек, ойлай берсек, айта берсек, жүрекке дүние деген кіріп кетеді екен. Ал жүректің тамағы дүние емес, ол рухани, осы ағамыздың жасап жүрген. Сол себеппен Сапарға Арыстанға 24 сағат алдына киви, банан, қауын, қарбыз қоя берсеңіздер, ол Арыстан жастан бөліп қалады, оның өзінің тамағы керек, ет керек. 98-ші мезгілмен жүретін джипқа керосинді құя берсеңіздер, тапандыр кетеді. Сол сияқты жүрекке де өзінің тамағын беру керек. Алла туралы айтайық, Алла туралы естейік, Алла туралы ойлайық, Алланың құдіретін көрейік. Мінекей ағамыздың істеп жүргені, жүректегі сол пайғамбарлардың істейтін жұмыстарын ағам жалғастырып жатыр. Елге Алланың сөзін иманға таратып жүрген
ағам аман болсын, Алла тағала екеуіне жақсылығын берсін, фирдауси жәннатта оқып отырғанға нәсіп етсін.